Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін гүл манты, яғни орама нан деп те атайды. Кейбір жерлерде ханум деп те атап жатады. Сіздер егер видео қызықтырса, бізбен бірге дайындап, соңына дейін тамашалаңыздар. Ол үшін бізге ұнымызға бір жұмыртқамызды салып, тұз салып, жылы сумен қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп, бетіне салафан салып, жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Енді салмасын тураймыз. Етімізді осылай бөліктерге кесіп, турап аламыз да. Ыдысымызға салып, енді жуамызды да осылай бөліктерге кесіп турап, оны да салатын боламыз. Ас қабағымызды, яғни кәдімізді де осылай сыртын ашып, оны да бөліктерге кесіп, турап, оны да салатын боламыз. Үстіне аздап татымына қарай тұз, бұрыш, аздап сұйық майымызды құйып, араластырамыз. Енді тұнған қамырымызды бір қайтара басып, оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Енді осылай жұқа етіп жайып, видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге кесіп аламыз да, ортасына салмасын салатын боламыз. Орамадан бір ерекшелігі, бұл қамырымыздың бір гүлдендіріп салатын боламыз. Бір жағы ашық, бір жағы жабық болу қажет. Осылай гүлдендіреміз. Енді тапамызды майлап, үстіне салатын боламыз. Бұл өте жылдам әрі оңай дайындалады. Манты сияқты уақытты алып жатпайды. Асыққан уақытта өте дәмі керемет болып шығады. Духовкаға пісірсеңіздер де, мантоваркада парлап пісірсеңіздер де дәмі өте керемет болып шығады. Мінекей, енді бұны мантоваркаға қойып 45 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Мінекей, біздің мантымыз, яғни орама нанымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген рецепттер болады каналымызда.